Енді жалпы сұрақ маңдайшалық пенен босағалық туралы. Сондай бұл сұрақты осыдан 8-10 жыл бұрын бір бөлім азаматтар ортаға қойған. Мына Қытайда және басқа елдерде мереке мейрамдарда тарихтан келе жатқан ұлы адамдардың сөздерін немесе тарихтан бері келе жатқан ақылия сөздердің барлығын өз ұлтының маңдайшалыққа, босағалыққа жазып, бақыт, байлық тілеп, осындай бір мереке мейрам өткізеді дейді. Сонда осы дәстүр немесе осы мәдениет бізде бар ма, жоқ па деп сұрақ қойған болатын. Кейін уақыт өте келе кейбір материалдық және архивтік деректерді ақырын байқап отырсақ, бұл мәдениет бізде де бұрын болған екен. Енді оны қалай айтты десе, бірінші өзіміздің жалпы ұлттық дәстүрімізде айтылып жататын маңдайша, босаға жөнінде көптеген сөздер бар. Мысалы, бақыт, байлық, ырыс дәулеттің бәрі маңдайшада болатындығын, босағада болатындығын, босағаң берік болсын, немесе бақыт, байлық босағадан келеді, тіпті үйге келетін келін, осы отбасына келетін қойшы, малшының бәрінің осы босағасынан, сол отбасының босағасынан болатын, байлықтың бәрі босағадан болатындығын айтып жататын үлкен тілектер, мақалиялар, мақалдар, мәтелдер көп кезігеді. Тарихта мысалы үлкен ордалар жаугершілікті жау қолына қалатын бастанғанда, немесе өртке кететін бастанғанда, сол орданың маңдайшасын алып қалып, осы бақыт ертең қайта оралады, осы байлық осы маңдайшада тұр деген сияқты дәстүрлер көп кезіккен. Бұл тарихта жазылып та, айтылып та келе жатыр. Енді осыдан қарасаңыз, бізде сол маңдайшалық, босағалық дәстүрі, жаңағы бақыт, байлық тілеу дәстүрі тұрғанын көреміз. Ал екінші жақтан, бізде археологиялық кейбір қазба деректерден де кезігеді. Мысалы, мына Орхон Енсей бойындағы қазбаларда маңдайшалық, босағалық сөздердің болғандығы айтылады. Ал екінші бір мәселе бізде ой өрнектеріміз. Мысалы, кигіз үйдің маңдайшасына орнатылған ой өрнек, босағасына қоятын ой өрнектер бар. Олар тұнып тұрған тіл, осында бақыт, байлық тілеу дәстүрі қалыптасқан. Енді бұл қалай ой өрнек арқылы қалыптасты дегенде, бізді көптеген дәуірлерді бастан кешірдік. Басқасын айтпаған кезде де ислам діні келуменен кейбір нәрселер шектелді. Сол арқылы сызба, кейбір бейнелі нәрселер шектеу арқылы біз көптеген тілді осындай тілектеріміздің барын ой өрнек айландырып, сол арқылы бейнелеген жеріміз көп. Бұл туралы материалдық деректер де көп. Мысалы, тек кигіз үйдің маңдайша немесе босағасы емес, қайтыс болған адамдардың қабірінің босағасына, маңдайшасына, ол дүниеге барғанда бақыт, байлықты, немесе ол дүниеде жаны жәннатта болу деген сияқты ұрпақтары кейбір тілектер қалдырып отырған. Үшінші бір нәрсе, мысалы, нақтылы деректерді айтатын болсақ, 4-ші ғасырларда салына бастаған мына Ахмет Яссауидің кесенесінің есігінде, әулиенің есігі деп мысалы, осыда айтылады, кесене есігіне жазылған сөз бар. Әзір бұл нақтылы деректер бар. Осы қазынаны дейді ғой, ілім менен жол жоралғы арқылы алуға болады дейді. Немесе сол арқылы қазыналы байлықты кенелуге болады деп жазылған жазулар тұр. Міне бұл да бізде бір дәлел болады. Соған қарап осы дәлелдерге сүйенсек, бізде тарихта босағалық немесе маңдайшалық дейтін үлкен дәстүрлік танымдар болғандығын білеміз.